Барлықтарыңызға сәлем, құрметті жақсыларым. Достар, сіздер адам ағзасы туралы өте қызықты мәліметтер бар екенін білесіздер ме? Ал ендеше бүгінгі видеода сол туралы айтпақ ойым бар. Ал ендеше видео басталмай жатып, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, және де комментарийді жазуды ұмытпаңыздар. Сіздер мен үшін мотивациясыздар. Ал ендеше қарсы алыңыздар. Адам ағзасы туралы топ 8 сіз білмеген өте қызықты факттарды айтатын боламыз. Ал енді кеттік, көп сөзбай бастаймыз. Сіздер білесіздер ме, түшкірген кезде ағзадағы барлық функциялар тоқтайды, тіпті жүрек соғысы да тежеліп қалады. Сіздің денеңіздегі тамырлар ұзын болғаны соншалықты, тіпті олар жерде 2 рет айналып шығатын еді. Адам күлгенде 17 бұлшық етті пайдаланады, ал мұңайғанда 43 бұлшық ет жұмыс істеп бет пішінін өзгертеді. Және де маған қатты ұнамаған факт, тіс ағзадағы қалпына келе алмайтын жалғыз дене бөлігі екен. Біле білсеңіздер, адамның миында 100 миллион нейрон бар. Әйелдердің жүрегі ерлерге қарағанда жиірек соғады. Сау адам аштықтан қарағанда ұйқысыздықтан жылдам өтіп кетеді. 10 күн ұйқысыз жүрген адам өлімге душар болатын болса, ал аштықтан тек бірнеше аптадан кейін бірақ өлім келеді. Қатты шөлдеу денедегі 1% суды жоғалтқанда пайда болады, және 5% артық деңгейде су жоғалтқанда есіңнен тануға жеткілікті болады. Ал 10% суды жоғалту, бұл дегеніміз өлімге алып келеді. Мінекей достар, видеода соңына келіп жетті. Достар, егер видео ұнаған болса, көңілдеріңізден шыққан болса, лайк басып, арнаға жазылып, колокольчикті басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Сіздер мен үшін мотивациясыздар. Бүгінгі видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Ал ендеше қоштаспаймыз, көріскенше.